Саламатсыздар ма балалар? Математика сабағымызды бастаймыз. 20-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы көп таңбалы сандарды бір таңбалы санға көбейту және бөлу. Бар оқулықтағы мысал бірінші тапсырмаға қарайық. Есептеуді дұрыс орындасаң, мына сөздерді кім айтқанын білесің. Ол сөздердің мағынасын қалай түсінесің дейді. 218.645-ті көбейтеміз 3-ке. 239.125-ті көбейтеміз 3-ке. Балалар, сендер баған түрінде жазып, есептеп көріңдер. Және де сендердің де жауаптарың осылай шыққан шығар деп ойлаймын. 218.645-ті 3-ке көбейткенде 655.935. Абай Құнанбаев. Егер сен оңға басқанын қаласаң, ойланып барып кіріс дейді. 239.125-ті көбейтеміз 3-ке. Теңдігі 717.375. Лев Толстой. Білімнің саны емес, сапасы маңызды. Ең қажеттісін білмей-ақ өте көп білуге болады. Мысал 2-нің асын бізге оқулықта баған түрінде шығарып берілген, жақсылап мұқият қарап түсініп аламыз. Енді мысал 2-нің әсіне қарайық, түсіндіре отырып баған түрінде есепте дейді. 2008-ді көбейтеміз 6-ға. Балалар, сендер баған түрінде параққа шығарып көріп, теңдігін одан кейін менкімен тексеріп көріңдер. Сендер де осылай дұрыс орындаған шығар деп ойлаймын. 2008-ді 6-ға көбейткенде 12.048. 22.005-ті көбейтеміз 3-ке. Теңдігі 66.015. 10.507-ні көбейтеміз 5-ке. Теңдігі 525.035. 7.006-ны көбейтеміз 6-ға. Теңдігі 42.036. Мысал 3-тің асын оқулықтан қарап, есептеулердің қалай орындалғанын түсініп алайық. 3-ші мысалдың әсіне қараймыз балалар. Бізге түсіндіре отырып, жазбаша түрде есептеп тексер дейді. Сендер де жазып, есептеп, теңдігін тексеріп шығыңдар. 2010-ды бөлеміз 2-ге. 1005. 15.012-ні бөлеміз 2-ге. Теңдігі 7506-ға тең. 60.018-ді 3-ке және 12.006-ны 3-ке бөліп, өзіміз балалар тексеріп шығарып көрейік. 105.432-ні бөлеміз 4-ке. Теңдігі 26.358. 615.615-ті бөлеміз 3-ке. Теңдігі 205.205. 841.240-ті бөлеміз 4-ке. Теңдігі 210.310. 661.083-ті бөлеміз 3-ке. Теңдігі 220.361. Сендердің де балалар есептерің осылай шыққан шығар деп ойлаймын. Балалар, есеп 4-ке қараймыз. Мысал 4-ке қараймыз. Есепте өзара байланысты өрнектерді тап дейді. 184.308-ді көбейтеміз 3-ке. Теңдігі 552.924. Енді 552.924-ті бөлеміз 3-ке. Мұны өзара байланысты өрнектер. Сонда 184.308 болады. 80.599-ді көбейтеміз 2-ге. 161.198 болады. 42.772-ні бөлеміз 4-ке. Теңдігі 10.693. 10.693-ті көбейтеміз 4-ке. Бұл жерде 42.772 болады. 161.198-ді бөлеміз 2-ге. 80.599 шығады. Мұны осылай өзара бір-біріне байланысты өрнектерді тауып көрейік. Оқулықтағы есеп 5-ке қараймыз. Есептер шығар дейді. Мектеп кітапханасының кітап қорын толтыру үшін әрқайсы 932 теңгеден 8 сөздік, 1758 теңгеден 5 энциклопедия және 784 теңгеден 7 ертегілер жинағы сатып алынды.
кітаптарды сатып алу үшін барлығы қанша ақша жұмсалғанын табуымыз керек. Сөздік 932 теңгеден 8 данаға, энциклопедия 1758 теңгеден 5 дана, жинақ 784 теңгеден 79. Сонда сөздік, энциклопедия, жинақ барлығы қанша ақша жұмсалғанын табуымыз керек. 932-ні көбейтеміз 8-ге. 932 теңгеден 8 дана сөздік қанша болады деді. Көбейткенде 7456 болады. 1758 теңгеден 5 дана энциклопедиямыз қанша болады деді. Көбейткенде 8790 теңге болады. 784 теңгеден 784-ті көбейтеміз 7-ге. Сонда 5489 жинақ болады. Енді барлығын қосамыз. Сөздікті, энциклопедия, жинақтар қанша болғанын, сол кезде барлығына қанша ақша жұмсалған шығады. Бізде сөздікке 7456, оған қосамыз энциклопедия 8790 теңге, оған қосамыз жинақтықы 5488 теңге. Сонда барлығы 217034 теңге болды. Сонда жауабы барлығы кітаптарды сатып алу үшін 217034 теңге жұмсалды. Олар оқулықтағы мысал 6-ға қарайық. 98 бөлу 49, көбейту 50, азайту 78, қосу 54, бөлу 18, көбейту 26, азайту 77 дейді. 98-ге 49-ды бөліп аламыз. Бірінші 2 болады. Оған 50-ді көбейтеміз. 100 болады. 100-ден 78-ді азайтамыз. 22. Оған қосамыз 78-ді. Және азайтамыз. 18 бен 26-ны көбейткенде 78, және одан азайтамыз 77-ні. Сонда бірінші амалымыз 23-ке тең екен. Енді қалған амалдарды да балалар осылай өздерің орындап шығарып көріңдер. Енді есеп 7-ге қарайық. Есепті шығар дейді. 660 теңгеден 660 теңгеге альбом, бояу және қарындаш сатып алынғаны белгілі. Альбом мен бояуға 585 теңге, ал бояу мен қарындашқа 300 теңге төленді. Альбом, бояу және қарындаш жеке-жеке қанша теңге тұрады? Соны табыңдар дейді. Енді альбом мен бояу 585 теңге, бояу мен қарындаш 300 теңге тұрады. Екеуі барлығы 660 теңге. Енді альбом қанша теңге тұрады, бояу қанша теңге тұрады, қарындаш қанша теңге тұрады, жеке-жеке тауып алуымыз керек. Барлығы 660 теңге болса, содан бояу мен қарындаштың бағасын алып аламыз. 660-тан 300-ді алған кезде 360 теңге. 360 теңге бұл альбомның бағасы. Енді 660-тан альбом мен бояудың санын азайтамыз теңгесінің. Сонда 660-тан 585-ті азайтқан кезде 75 теңге. Ол 75 теңге қарындаштікі. Енді 585 теңге альбом мен бояудыкінен жаңағы 360 теңге альбомдыкін азайтамыз бояу табу үшін. 585-тен 360 таған кезде 225 теңге бояу. Сонда жауабы альбом 360 теңге тұрады, бояу 225 теңге тұрады, қарандаш 75 теңге тұрады. 8-ші мысалға қараймыз. Тапсырманы орында дейді. Периметрлі 8 сантиметрге тең екі түрлі тіктөртбұрыш сызыңдар. Осы тіктөртбұрыштардың ауданын есептеп және оларды салыстыр дейді. Бірінші периметрі 3 қосу 1 көбейту 2. Сонда 8 сантиметр болады. Сонда біз бір қабырғасы 3 сантиметр, ұзындығы 3 сантиметр, ені 1 сантиметр деп алдық. Сонда 8 сантиметр болды. Енді екіншісінің периметрін табу үшін ұзындығы мен қабырғасын
2 сантиметр деп шаршыны алайық, және оны көбейтеміз 2-ге. Периметрін табу үшін ұзындығы мен енін қосып 2-ге көбейтеміз, сонда 8 сантиметр болады. Енді аудан табу үшін S1, яғни жаңа айтып өткенде ұзындығы 3 сантиметр, ені 1 сантиметр болса, 3-ті 1-ге көбейтеміз. Ауданы 3 сантиметр квадрат болады. Екінші периметрдің ауданын табу үшін ұзындығы мен енін көбейтеміз. 2-ні 2-ге өткенде 4 сантиметр квадрат болады екен. Енді 3 сантиметр квадрат пен 4 сантиметр квадратты салыстыратын болса, 4 сантиметр квадрат 3 сантиметр квадратқа қарағанда 1-ге артық. Енді балалар, мысал 9-ға қарайық, тапсырманы орында дейді. Мектеп кітапханасындағы бірінші сөреде 5 кітап, ал екіншісінде 10 кітап тұр. Оқырмандар бірнеше кітапқа тапсырыс берді. Егер сөреде 9 кітап қалса, онда қанша кітапқа тапсырыс берілді? Бірінші сөреде барлық кітаптар санының орында қалу мүмкін бе? Екінші сөреде барлық кітаптар орында қалу мүмкін бе? Бірінші сөреде неше кітапқа тапсырыс беруге болады? Екінші сөреде неше кітапқа тапсырыс беруге болады? Барлық мүмкіндіктерді қарастырып көріңдер дейді. Бірінші сөреде 5 кітап, екінші сөреде 10 кітап, қалғаны 9 кітап тапсырыс берілді. Неше кітапқа белгісіз. Енді бізде бірінші сөредегі 5 кітапқа екінші сөредегі 10 кітапты қосамыз. 15 болады. Қалды 9 кітап. 9 кітапты азайтамыз. Сонда 6 кітап қалды. Сонда 6 кітапқа тапсырыс берді. Бірінші сөреде барлық кітаптың қалуы мүмкін, ал екінші сөреде барлық кітаптың қалуы мүмкін емес. Бірінші сөреден 5 кітапқа тапсырыс беруге болады, ал екінші сөреде 10 кітаптың кез келген 6-ауына тапсырыс беруге болады. Енді мысал 10-ға қарайық балалар, үй жұмысына орындаймыз. Мысал 10-да бізде 12 есеп берілген. 12 есептің 6-ауын 1508-ді 8-ге көбейткенде теңдігі 12064 болады. 1204-ті 7-ге көбейткенде теңдігі 8428. 81903-ті 8-ге көбейткенде 655224. 34605-ті 8-ге көбейткенде 276840 болады. 6940-ті көбейтеміз 6-ға, 41640. 8005-ті көбейтеміз 8-ге, теңдігі 64040 болады. Енді қалған есептерді өзіміз баған түрінде орындап, теңдіктерін жазып шығайық.